Маусым соңындағы жеңіліс. Футболдан Премьер-лига командалар арасындағы ел біріншілігі аяқталуға жақын. Сенбі және жексенбі күндері Қазақстанның бірнеше қаласында 25-ші тур ойындар өтті. Бұл жолы жергілікті Қызылжар азулы Астанаға қарсы тұрды. Елордалықтар Петропавлда жеңіске жетсе, Ақтөбенің алдын орап, турнирлік кестеде бірінші орынға шығады. Осыны жақсы білетін қонақтар салған жерден алға ұмтылды. Дегенмен қызылжарлықтардың қорғанысын бірден бұзу мүмкін болмады. Есеп 40-шы минутта ашылды. Көзге түскен соңғы уақытта қанжығасын жиі майлап жүрген шабуылшы Абат Айымбетов. Ұлттық құрама ойыншысы айып алаңының ішінде өзіне серпілген допты қақпаның тоғыздығына тура бағыттап торда толатты. Бас қаланың жігіттері екінші тайымда басымдықты арттырды. Голдың авторы португалиялық жартылай қорғаушы Педро Эуженио. Жеңілістен кейін Қызылжар 12-ші сатыға жайғасты. Биылғы маусымдағы соңғы қарсылас ақтаулық Каспий. Матч қарашаның 6-сы күні Қарасай стадионында өтеді. Бұл кездесуде жеңіс теріскеліктерге ауадай қажет. Ұпай жоғалтқан жағдайда клуб Премьер-лигамен қош айтысып, келесі жылы бірінші лигада ойнауы мүмкін.